Ассалаумағалейкум қазақ елі. Ұлттық лига Жайдарман қазылар алқасын қараш. Менің замандастарым отыр. Рамазан Файлов, Ғалым Махамбетов. Ғалеке, орныңнан тұрып қойшы бір. Ғалеке, орныңнан тұрып қойшы. Нормально ғой, витаминсыз да тұрып тұр ғой. Жалпы Ереке, біздің команда бар ғой, мынау команда шалдар, үлкендер, неғып жүр жастармен жағаласып. Кім айтып жүр? Айтып отырмын, көрермендер. Шалдар дей ма? Иә. Қайсысы? Тоғына үшінші қатарда отырмын. Қайсысы? Әне. Очкиімді үш менің әкел. Сен бала не қылды үштіге? Оны женіске әңгіме айтып. Пышағымды өш әке, біздер жастар, жас командамыз біздер. Біздерге жастар құсап, жастардың вайпын да олымыз керек. Біз жастармен бірге валнада олымыз керек. Біздер жастар құсап, треш жасауымыз керек. Халал зат па айтып атқаның? Халал. Біздерде жас команда құсап ойнай аламыз. Ассалам-алейкум. Қалайсыңдар? Не хабар? Қой, біз амашып тұмақмыз олай бішіш. Ау қарындас, ау, не алдық естіп атқан жоқ бұл? Өзің айға сұрамасың! Ұмытшақ әйелі бар, аға. Кілті қайда мынаның енді? Жұмысқа кетпейін ба? Білмеймін, осы жерде қалып еді ғой кеше. Айттым, керек емес, баяғыдай ұра берейік дедім. Енді кішкене ерекше болсын дегенім ғой. Бар, отвертка алып кел тезірек, бұл. Қазір таңда әскерден дәл осылай келу сәнге айналған. Шырқаған сайын әуеніммен еске алам. Тақа, красавчик, тақа! Красавчик, тақа! 9 ай 10 күн толғайды, өмірге мені жолдайды. Тақа, красавчик! Аспан астында анамдай адал болмайды, анамдай адам болмай. Алшаңдап басады Алаштың баласы, өзелі өшері. Қатардағы жауынгер Ерген Талғат отан алдында борышын өтеп келді, құшақтауға рұқсат ет. Мына алғыс әке баққаның үшін, еңбекпен нанды еққаның үшін. Мынау 40 күндіктен келіп отыр ма? Сөйлейді 40 күн. Құрдас, ауғаннан келгенде онда olmaydı, шай ішейік жүре кетті. Үйде өтетін тойдың соңында дәл осындай жағдайлар міндетті түрде болады. Ереке, бұл жинап атыр, мына жайлап Тамадоты халал деп қойдым. Кім ол? Николин кетіп қалады қазір. Николин халал той? Иә. Атына қарасау любой тойды ұра береді сияқты. Кел, мына астында сүртіп ала қойған. Аладес. Ай, мынау сіздің үйдің келіні ғой дейм, ә? Үлкені, қалада тұрады, бұл қалада. Тиктокқа қарайма, кеше стрим деген бәледе отыреді ғой. Маңдайына лох деп жазып алыпты ғой. Маңдайына жазылған көреді де енді. Ереке, мына жігіт танымадым, бір азамат жігіт екен. Күйеу бала үлкен. Солай ма? Шаруаң бәрін бітіріп, қонақтарды күтіп алып, шығарып салып, қуырдақты ұрап. Кеше түнгі 3-те Ақтауға 1 рет барып келді. 2 рет барып келген екен ғой. Бір қойды, сойылған қойды өз қалтасына алды 50 мыңға. Пай. 70 мыңға алған екен ғой. Нағаса тұрып әңгіме айтып отыршы келбей. Ереке, мен жалпы түсінбедім да, мына ел халықтың бәрін жинап, шашылып, той жасап жатсың. Бір себеп жоқ той жасайды. Сен өйдеу айтпа. Қазір осындайлар көйіп кетті. Көш, анау, ақылды, тойға жұмсаған ақшаны балаң біліміне қой. Бала деген частный мектепте оқиды. Тарихтың атасы кім? Геродот. Американаға кім ашты? Колумб. Нағашы кім, сен танымайды?
ағаймен араласпайды, мәміле жоқ арасында деген. Махамбет Өтемісұлы айтады, арқаның қызыл изеңі, басы күрдек түбарал, қыдырып шалар аруана, кәрісі кімнің жоқ болса, жастары болар дивана. Бір сынаған жаманды дейді жаңа, екінші қайта сынама дейді. Тіріде сыйласпаған ағайын, қом құйылсын көзіңе, өлгенде бекер жылама дейді. Ай. Таман не ағылайын үшін, өзің тамады келдің, кеш бірақ қой дейді.